Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге баланы тыныштандыратын 5 тәсіл жайлы айтпақшымын. Бала 9 ай бойы құрсақтың ішінде жатады. Ол бала үшін өте ыңғайлы әрі қауіпсіз жер болып табылады. Бала тоқтамай жылап жатқан кезде ең алдымен сол құрсақтың ішіндегі жағдай сияқты жағдай тудыруымыз қажет. Яғни ең алдымен баланы осылай жаялықпен орауымыз қажет, яғни құндақтау қажет, бірақ бос құндақтау қажет. Екінші тәсіл, баланы ішімен немесе қырымен жатқызуымыз қажет, яғни бүйірімен. Арқамен жату баланың үрейін күшейтеді, бірақ бала ішімен жатып ұйықтап қалмау қажет. Үшінші тәсіл, жатырда нәресте үнемі шуды еститін еді, яғни анасының қан тамырларының соғысын, асқазан ішектердің жұмысын, міне соған ұқсас баланы тыныштандыру үшін белый шум қосуға болады. Төртінші тәсіл, баланы шайқау, яғни тербету. Өйткені сәби құрсақта жатқан кезде әрдайым қозғалыста болады. Соған үйреніп қалады, бірақ қатты шайқап қажет емес, орташа қарқынмен шайқаңыз. Балалардың, яғни сәбилердің машинада, коляскада ұйықтап қалу себебі құрсақта жатқанда еске түсіреді, сондықтан ұйықтап қалады. Бесінші тәсіл, емізу немесе емізік беру. Осы 5 тәсілді қолдану арқылы баланы тыныштандыруымызға болады. Ал егер бұл 5 тәсіл көмектеспейтін болса, онда балаңыздың аяғын және де қолын ішіне қарай жинап көтеретін болсаңыз, бала міндетті түрде жылағанын қоятын болады. Өйткені бұл қалып бала үшін құрсақтағы қалыпты еске түсіреді. Егер видеом пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.